Күннің әсас вақалар ақта тариф етмеге азырымыз. Студияда мен Ленуза Борсейтова чалышам. Хайырлы ақшамлар. Фейклер мектеплерге уджум етті. Тек бір шейіні айта білем. Хаберлер сынырдан тыш келе. Ахмеджитнің епсі мектеплеріне ве университетке миналар ақта хабер келді. Айванлар үшін яңы қанунлар. Бұл сенелерні пара қазанмаға дегілде, нормаль шарайт яратмасына сарф етмек керек еді. Айванат бақчалары яңы қанунларға көре çalışмақ керек. Телі, нефес ве урув чалғы алетлері. Қырым татар театры оркестрінің чалғыжылары ватандашларымыз ақта рубрикамыздың қараманларыдыр. Қырымда тәсілге фейклер уджум етілуі қайды тілді. Жұмхуриетінің пайтақтында миналар ерлештірілуі ақында хабер берген аноним месаджыларны күн девамында епсі мектеплер елді етті. Балаларны тахлие еттілер, Ахмеджитте дерслер ярынға же тоқтатылды. Бойле месаджылар әмде алушты, керіч, кефе, ақяр, әмде дыгер, шер ве районларының мектеплері ве али оқу юртларына келді. Вазиетні ФСБ қызметі угрене провокаторларны есе четелде қыдырajaqlar. Интернет-хулиганлар уджумына оғраған мектеплерде мұхберлеріміз болынды. Бу Ахмеджитнің 24-ші мектебі. Сабамында бойле хабер келді. Монитордың экранында фейк мектепні көреміз. Саба кечірілген планерка кетешатында она мектепнің мудир муавины раст келді. Кағытқа кечірілген нұсқа мудирнің масасы үстінде. Месажда белі олмаған шақыслардан қорқузувлар. Епісі мектеплерінің метіні бір. Саба біз электрон почтаны ачамыз ве келген месажларны оқуймыз. Оларны огренеміз. Бу месажны 8-ге 3 даққа қалғанда көрдік. Қаравуллар бу ерге хувет идарелерінің хадимлеріні чағырдылар. Басқанымызнен дерал етіп келелер. Шу анде олмаса біле, қысқа мүддетте Росгвардия наряды мында ола. Турникетлерні ве кырыш қапыларны ачамыз. Бу мектептен 6 ерден чықмақ мүмкін. Тахлие ең чоқ ярым саат вақытыны алды. Оқув муссисенің территориясыны кинологлар тырнап чықтылар. Патлай білген бір шей тапылмады. Мектеп емейлері тешкерілген вақыт белі олды ки, бойле қорқузувлар Ахмеджитнің епісі мектеплеріне йолланылған. Sonra епісі мектеплерге почтаны бақмаға емір берілді, балалар тахлие етілді. Шернің епісі 48 мектебіне бойле месаж келген. Балалар ана-бабаларыны яғмыр түбінде беклемеге мечбур еділер. Группаларны комшу ерлешкен ашайт муассиселері вақытынша қабул еттілер. Біріншіден мектептен эркес чыққаныны чықмағаныны тешкердік. Бұндан сон ана-бабаларға телефон етіп башладық. Баланы евге алмақ керек дедік, чүнки авада бойле мурекеп олды. Елена Карачаевцеваға ұзаққа кетмек керек олмады. О өзуде айны шу мектепте башланғыч сыныфлар ожасы оларақ чалыша. Біз бұл оқув телюкесі олмағаныны біле едік, хав олғаныны анладық. Бізні огреткенлері кібі yapmaға тырыштық. Мектеплерден сон Хабер Қырым Федерал университетіне де келді. Студенттеріні де тахлие еттілер. Ятақханеге кірмеге рұқсет берілуіні беклегенлер арасында бірінші курс студенті. Оның курсдашлары ерлі стадиондаки асмалар түбінде тахлие етілділер. Мен ятақханеге келдім, чүнки устым башым сыланды. Құру ұрбаларны киерім дедім, ама бізні анда қоймайлар. Бойле месажылар әмде Ялта, Алушта, Керіч, Кефе, әмде Қырымға дегер шер ве районларының мектеплері ве башқа оқув юртларына келді. Вазиетні Жұмхуриет yolбашчысы шақси контролінде тута. Эселкі малюматларға көре, қорқузыжы аноним месажларны ерлі муэллиф яғаны yok. Тек бір шейіні айта білем. Хаберлер сынырдан тыш келе. Русия Федерациясының ішінде дегілде, четел провокаторлардан Қырым бойынша ФСБ қызметі тешкерув кешіре. Бұнен кім оғырашқаныны анық етерміз. Бұнда еминім. Ахмеджитнің епісі мектеплерінде дерслер ярынға же тоқтатылды. Біраз вақыттан сон малюмат Ақярдаки бір sıra мектеплерінің ве али оқув юртларының электрон почтасында да бойле малюмат пейда олды. Январның 12-сінде бомба ерлештірілгені ақта хабер келгені себебінден Керіч политех оқув юртының студентлері тахлие етілді. Тақиқат комитеті өз ішіні башлады. Тешкерілген муассиселерде миналар ақта малюмат таздықланмады. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий, Версен Фукала, Миллет Ичун. Бүгінгі күнден ВКонтакте ичтимаи ағының бір қолланычысы Жұмхуриет yolбашчысы Сергей Аксеновға бұ ағда яза біле. Бұл мейдан гражданларының мұрайжатлары қабыл етілмесі ве меселелері бақылмасы үшін мұйым мейданлардан бірі олажақ. Қырым yolбашчысы айтқанына көре, бұл еметлі адым ерлі платформаларны акимиет органларының ішінде да кенже қоланмаға имкан бережек. Бойлелікнен гражданларының қарышықлы бақ қабилештірілежек.
Керечте 2023 сенеге темізлев иншаатларда суына зарарсыз алға кетірген система құрылacak. Бұсерге Аксенов Қараман шеріні зиярет еткенін нәтижесінде белі олды. Cumhuriyet yolbaşçısı iş ziyareti çerçevesinde su temizlengen inşaatlarını bakıp çıktı ve Moise'nin hadimlerinin konuştu. Bir yıldan son su temizlenuvi boyunca şimdi çalışkan klasik schemanın işi toxtatılacak, şehirde su berilүү traktı çalışıp başlayacak. Para бар. Президент авалесі бойынша пара айрыла. Бұл işнің фияты қошма оларақ 250 миллионны тешкілеті. Қарар алынды. 23 сенегеже сув берілу трактынен синхронизация етіңіз. Территорияны берабер бақып чықыңыз. Истисал үшін кереклі ер шейіні қалдырыңыз. Территория насыл қолланылмақ кереклігіні берабер бақыңыз. Чүнки бұл бұйық парадыр. Мақсат бірінші невбетте. Шеріні сувнен темин етмектір. Кереч yanında yerleşken El Teygen kasabasında ise sakinler için mühim vakıya olup geçti. 130 abonentke gaz geçirildi. Bu gazifikatsiyanın birinci basamağıdır. Planlarga ko'ra bu sene iyun ayınaca butun mesken yer mavi yakarlıqnen temin etilecek. Kereçte nazirlik teşkeruvleri devam eti, bugün şehirne sportif ve iktisadi idarelerinin reberleri ziyaret ettiler. Olga Trubarova ve Dmitri Şiryaka. Yerli sakinler ile seslendirilgen meseleler evvelki, olar esasen mesken kommunal hocalıqның meselelerinin bağlı. Mevzunun devamı bizim levhamızda. Выгребная яма, вот она. Çirkev çoqura, mına baxыңыз, o 15 kubala, bizde 25 kvartira, mında 20'sı qoşulgan olsa, 15 kubometr 20 kvartira için bu ne? Керечте чоқ қатлы сакинлері мерkezleştirilген канализация олмағанна шикayet етелер. Чуқур айда екі кере тола, ве оны башатмақ керек ола. Бұл есеп пек ағыр ве палы. Сакинлер турмушларыны енгілештірмеге істейлер, ве ярдым беклейлер. Ама бұна қаршы чыққанлар да бар. Вы если будете нарушать, пожалуйста. Егер тәртіпні бозсаңыз, бозыңыз, мында не ерні қазмақ мүмкін. Водоканал мұтахасысы борулар не ерде кечкенini айтмақ кереклер. Проект тешкілаты ершейні кереклі кебі япар. Гослар бойынша соң япыңыз. Қырымның спорт назиры Ольга Тарубарова айтқанына көре меселелеріні комплекс шекілде чезмек керек. Вазиетні бір ал ағыр жайты. Сайплерінің 30% коммуналь қызметлер үшін пара төлемелер. Конечно, Элбет бойле олса меркези канализацияға қошылмақ үшін проектні тізмек пек ағыр. Черкев чоқырыны бошатмақ бойынша қызметлер көстерілуі үшін күч етерлі дегіл. Канализация Суски Азбар территориясындан ақа. Эпос электриктелер атсызланмақ үшін да бір себептір. Шымды еркес чамашыр машиналарны, микроволновкаларны сатын ала. Теллер dayanмай, ершей соне, оны толысынен деңіштірмек керек. Назирлер ерлі сакинлернен азбарларда көршмектен ғайрай керич девлет мөстелерінің ішіні тешкерелер. Октябрьның 15-ден берлі қатнайым, мына онен белгілі адам. Русия юридик мейданында ершейні ресмилештірем. Керичнің 40-тан зәді девлет мөстесіні Қырым иқтисатин кишаф назирлігінің хадимлері зәрет еттілер. Олар қызмет көстеру кейфетінен мерақландылар. Cumhuriyetнің иқтисатин кишаф назирі Дмитрий Ширяка әмді ерлі чоқ функционал мерkezде болунды. О девлет ве муниципаль қызметлер насыл шаретте көстерілгенні көрді. Керич сакинлеріні ратсызлаған меселелер арасында Госкомрегистр идаресі ile бақ олмағанны қайдетелер. В части того, что Гражданлар весиқаларны тапшыралар, амма кемерлерінің весиқалары етішмей. Шунын үшін иш тоқтатыла. Госкомрегистр идаресінің реберіне тевсиелер берілді. Бойле мұрачаатларға да зияде диққат айрылмақ керек. Назирлік тешкерівлер январьның 14 күні башланды. Умумен мемурлар бір ярым бенге яқын чоқ қатлайывна айланып чықмақ керек еді. Япылған іштің нәтижелеріні январьның 26 күні Сергей Аксенов ile керіште кечірілген мұшаверіде чықарajaqlar. Алиме Мустафаева, Севиля Меметова, Виазис Неметулаев. Миллет үшін Керич. Ялтада крокодиляриум қапатыла біле вольерлер яңы стандартларға уйғын дегіл. Ос небетінде Девлет Думада аңлаталар. Айванлар бақылуы бойынша яңы талаплар ile қанун 3 ел әвелсі қабыл етілген еді. Яни айванат бақчасының сайыплеріне бұл қанунға көре иш тұтмаға вақыт берілді деп саялар. Мевзуның девамы бізім левқамызда. Тимсақ олған вольерге бір авто девамында 30 килогажы ет yolлана. Баз айванлар талық табан үстінде бір өзлері инсінелер, дигерлері бір-бірі үстінде яталар. Қышта тимсақлақ тыншыланалар, тек аш көргенде фаль ола білелер. Мұнда олған ең қар тимсақ 63 яшлы хаус. Оның чекісі 200 килодан зәде. Айры яшаған айван әксери вақыт қыбырдама ята.
Бу ерде 80-ден зәді тимсақ бар, бұндан ғайры да йыланлар, игуаналар, қаплық, бақалар ве экзотик айванлар әлемінің дегер векілері. Бу ялтада ең рағбетлі туристик ерлерден бірідір. Ама шымды мында зәречілер yok. 2022 сененің январь айындан берлі айванлар бақылу вақында қанунға деңішмелер кірсетілді. Вольерлерінің мейданлығы арттырылмақ керек. Егер бойлы япылмаса, крокодилариум лицензия алып оламаз. Бу ерні кеңлештірмекнің чаресі yok. Дей сайып. Ескі Ялта районы сық құрылған. Тимсакларны бірден алып башқа ерге көчірмек үшін біріншіден ер керек. Екіншіден шу ер sıcak ве фильтрация системасы ile донатылған олмалы. Емде хавузлар олмақ керек. Бұны 5 даққа içinde yapıp olamazsın. Bizim vaziyetimizde başka çare yok. Меселлерге да бірісі қошылды. Тимсақлар баллап башладылар. Язлық су басулары олған вақыт мағаз төпеге же суға толды. Тимсақлар бұны өзен ташмасы кыбаңладылар. Табиатта есебу айванлар қачқан девірдір. Нетижеде оларақ январь айында ырғачылар 150 емірта қозладылар. Шымды олар инкубаторда. Біз үшін bu çok. Rusiya için de bu çok. Çünkü evvelleri Rusya'da böyle şey olmagan edi. Bu yılı böyle oldu ki kayman ve alligator ayvanları bu kadar yumurta çıkardılar. Мутехасыслар айтқанларына көре тимсақ популяциясының сайысы ве сықлығы оларның чештіне бағлы. Белі бір мейданда яшаған тимсақларының сайысы фарқлы ола білем. Бір ерден не қадар тимсақ аш тапа білсе, оларның сықлығы о қадар ола. Каннибализм деген şey көрінмей. Yani олар бір-біріні ашамайлар, zarar кетірмейлер. Шунun için, егер бір айван için не қадар ер қапсыз десек, eminlikten айта білеміз. Олар не қадар sık olsa bile, бір-бірлеріне zarar кетірмейлер. Лицензия алынуы яңылық дегіл дейлер девле думада. Яңы қайделерге тап 3 ел евелсі азырланы башламақ керек еді. Экология бойынша комитет рейсінің бірінші муавина Владимир Бурматов айтқанына көре, Русияде цирклер ве айванат бақчаларының тек 10% шу меселінің чезлі вақта евелден тұшына башладылар. Bu senelerini para kazanmağa değil de normal şarayit yaratmasına sarf etmek керек еді. Oyunun kaydeleri evvelden belli еді. Bir kimse bizge bu şeyler yanı yıl arfesinde uydurup çıkarıldı dep olamaz. Kanun 3 yıl evvel kabul etilgen еді. Қырымның аман-аман эпос айванат бақчалары январь айында ішіні тоқтаттылар ве яңы қайделерге көре çalışмақ үшін лицензия алмаға азырланалар. Алиме Мустафаева, Эльмас Аблакимова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін. Бақчасарайда район мәдениет еві тамираттан соң açылуға азырлана. Капиталь реконструкция федераль мақсадлы программа черчевесінде кечірілді. Бұл елда құручылар бинаны тамир етмектен ғайры яқын ерлешкен территорияны абаданлаштырдылар. Бұндан ғайры 240 ерлік бала бақчасы тіклені башланды. Мәдениет евіне вақыт çalışып башладжағы ве бала бақчасы кенжелер үшін оз қапыларыны не заман ачажақ. Жеваплар не бітті кілев қамызда. Бақчасарай мерkezінде 450 адамны сықтырған концерт залы ile bu юк мәдениет еві. Оның капиталь тамираты 2021 сене декабрь айында екінленді. 1964 сене құрылған бинада мутехасыслар сана машинериясы системасыны реконструкция еттілер. Яңы яңғын қору сигнализациясы, вентиляцион донатма ве кондиционерлер ерлештірілді. Сейірджілер залыны земаневи давуш арттырыжы аппаратура ile донаттылар. Музыкаль чалға летлері ве мебель сатын алынды. Бина азыр тек соңки ішлер қалды. Бүгінгі күнде бізге Жумхури адрес инвестицион программасы черчевесінде мадди техник база пекетілігі үшін васталар айырылды. Бұл параларға біз санамызны яңы урбаларға кейдірерміз. Яңы комплект пейда олыр. Залымызны ве санамызны яңыдан ярықландырармыз. Мәдениет евінің капиталь тамираты федераль мақсадлы программа черчевесінде 72 миллион рублей айырылған еді. Реконструкциядан соң кіріште сағлық жеттен имканлары сыңырлы олған адамлар үшін пандуслар пейда олды. Апрелдің бірінече объект қоланып башланacak ve енді Бақчасарай районының сакинлеріні ve musafirlerini толусынен яны объектке қабул етіп олacak. Бақчасарайның 6-й микрорайонында есе тәсіл деп адландырылған милли проект черчевесінде 240 ерлік яңы бала бақчасы пейда олacak. Құружылық мейданында 45 адам çalışа. Шерінің 6-й микрорайонында мектептен евелки муэссесе құрылмасы яш айлелер үшін айрыжа емиет ташый.
Бу объект ичтимаи жеттен муим сайыла, чүнки о биринчидир ве Кырым татарлар топлуу яшаган жерде ерлеше. Халк үчүн пек керекле. Кырым Жумхуриетинин капитал куруучулук идарелиги Южный мегаполис тешкилаты иле девлет контрактыны тызды. Контрактын фияты 378 миллион. Бүгүнкү күндө объектте ишлерни 25%га бежерилди. Шымда объекттин курулмасы башлангыч басамакта болууна амайынды жылдын соңунда планларга көрө бала бакчасы кенжелер үчүн оз капыларына ачачак. Алимия Мустафаева, Лене Бешевле, Саид Вилляев, Милет үчүн Бакчы Сарай шайра. Теллі нефес ве урув чалғы алетлері. Кырым татар театры оркестрінің чалғыжылары ватандашлары мыз ақында рубрикамызның қараманларыдыр. Оларның иш ақында София Джумерова тариф етecek. Зал музыканен толы. Кырым татар театрында премьераға азырланалар. Кев керчектен де пек ижади, эркес бір-біріні атасёссыз анлай. Эсас мақсат сержелеріні айретте қалдырмақ. Біз театрның пердесі артында болунамыз, санада репетиция кечиреле, мындаки мойытыны сізге анлатмақ қиын. Эркес ось ишіні яқшы біле, эн моймай бет музыка, Кырым татар театрның оркестры бар күчінен чалыша. Музыкаға чоқ шей бағлы, әні веля сержелерінің кейфі. Терен зенгін давуш чалғыжылар бераберлікте чалышқанлары сайысынде пейда ола. Оркестрантлар ось ишінің емиетіні анлайлар, ве репетицияда ось ғайетіні аямлайлар. Спектакльде эм халк музыкасы, эм де бестекарлар язган йырларны dinlemek mümkün. Артистлер, балет ве актерларның әрекетлерге оркестрны кошсак, хусусан бызым кыбы оркестрны, шей пек гүзел олып чыха ве сиерчилер буны эпосыны пек бегенелер. Жанлы музыка бір саналашманы яраштыра, семерлигini юкселте. Инсанлар каршыда чалгыжыларны көрген вакыт, дуйгулар башка ола. Режиссерның изаатлары, актерларның бір-біріне қол тұтывы. Эркес жерян üzerinde де қатыны топлайлар. Чықышны азырламақ үшін 1-2 ай керек. Концертке яқынлашқан сайын репетициялар да көчлүже ве сықча кечіреле. Ибраим Арабаджиев оркестрде енді 22 ел девамында чалыша. Айта ки чалғыжы ось партиясыны яқшы білмелі. Алет үшін бұл партия айры шекелде yazıла. Музыкаль алетлерні, актерларны ве йырчыларны бірлештірмек ғайет қиындыр. Шейні, кімні бір концепцияға топламақ бұл пек мурекеп иштір. Ғайлерні, ось фікірлеріні өмірге кечірмек кібі имканлар да бар. Бір концерт яда аэровокалчыларнен иш ола біле. Бұл бойле яратыжылық элементі. Оркестрның ішінде en muhim rolini diriжер icra ете десек yanlış olmaz. Bu çalgıcılar özleri айтқанлары кыбы çalgıcılarının көзлеридір. Çünkü олар özleri сананы көрмейлер. Шунun üçün команданы тамам diriжер бере. Театрның артистлері өзен адашлары ақында тек яқшы сөзлер айталар. Пек профессионал оркестрimiz, музыкантлар да пек çalgıcılar яқшы ола, яқшы çalалар, emde профессионал музыкан пек яқшы бір жеті çalалар. Бізге ебет керек бұл оркестр, чүнки біздер артистлер оркестріне бағылымыз. Шунun үшін ерлаймыз, олардан берабер çalışamыз. Біз ебет пек мемнумыз бұл оркестр olğanına, пек бізге керекli бұл оркестр. Çünkü teatrda orkestr olmasa bu indi ya da kol olmayı ya da ayak olmayı sanki bir şey yetişmeyen dayın ola. Оркестрны да çok meraklı leyhalar bekley. Olar halk üçün çalışalar. Tuğan muzıkamızны ve medeniyetimizni inkişaf etmege tırışalar. София Джумерова, Артур Чалый, Millet üçün. Ратлық күнлері Millet телеканалында Кырымның esas информацион программасы Жума эртесі ве базар күнлері saat 7:30. Айше Шулакова нәтижелеріле. 91 senenin yanvarinden 14 senenin mart ayına kadar. Biz Kerчектен de kete yatқан trennin sonki vagonuna sekirip kırdık. Kırımda Cumhuriyet günü kaydetildi. Тарашлықнен ян-янаша muhabbetlik. Со временем, когда у нас будет... Келечекте бізде яңы бина алғанда бұл коллекциялар вақыт нумайыш етілежек. Кырым татар музейіні насыл келечек беклей ажаба. Омикрон енді Кырымда яны штамдан не беклемек мүмкін.
4,5-тан 10 бинге кадар чешет алимлер айтканларына көре, бу вирус бізге малюм олған дельтадан зәдеже юқа. Ахмеджит Вяхьяр боюнча Роспотребнадзор идаресінің ребері Наталья Пинковскаяның эксклюзив интервьюсы. Кырымға кэшбэк кайтарылмасы үчүн. Отель үчүн бу элбете туристлер акымының арттырмак имканыдыр. Ярымадамыз кэшбэк программасының ilk күнүнден башлап бронь этилүү боюнча лидер oldu. Бу ноктада екөнлейім, біз иле олыңыз.